И понял свой угол. Райзеннің чемпионы атанған бұл қырғыз жауынгері қазір бүкіл әлем назарында. Ол қарсыластарын қаласа ұрып ұйықтатады. Қаласа қылғындырып ұйықтатады. Жерге де қылауы мүмкін. Тіпті жолы болмағандарды рингтен көтеріп әкетіп жатыр. Өте агрессивті мәнерде төбелесетін оның бірде-бір қарсыласы тіпті жекпе-жек ортасына да жетпеген екен. Біз бүгін Ражабали Шайдуллаев жайлы айтатын боламыз. Ражабали 2000 жылдың 11 қазанында Тәжікстанның Қырғызстанмен шекарасында орналасқан Жергетал ауылында дүниеге келеді. Орта мектепті сонда бітіріп, кейін отбасымен Қырғызстанға көшіп келген екен. Ұлтына байланысты сұрақтарға Ражабали мен қырғызбын деп қысқа ғана жауап береді. Енді бары білет та мен қырғызмын. Өзінен бөлек 4 бауыры бар екен. Әкесі тракторшы болса, анасы үй қызметімен айналысады. Бала кезінен қолда-аяққа тұрмайтын Ражабали кішкене кезінен өз жаттыға бастаған екен. Алыс қашықтыққа жүгіреді. Ағаларымен бірге қолдан қапшық жасап алып соғады. Тастарды көтереді. Кейін 13-14 жасқа толғанда күрес залына бара бастайды. Қырғызстанға келген соң джиу-джитсу және грэпплингті дамытқан ол 18-ге тола сала кәсіпқой ММА-дегі мансабын бастайды. Бастапқы 6 жекпе-жегін Қырғызстанда өткізген Ражабали барлығын уақытынан бұрын жеңеді. Және кейбір қарсыластарын нокаутпен де жеңіп, өзінің жан-жақты дами бастағандығын көрсетеді. Из Кыргызстана Раджаб Шайдуллаев 2022 жылы Шайдуллаев ресейлік ACA промоушнына шақыртып алып, алғашқы жекпе-жегін шешен спортшысы Анзор Элгараевқа қарсы өткізеді. Аздаған соққылмасудан соң Ражабали қарсыласын жерге Ну и шығады. к тому же в какой-то момент бойцы, которые борьбой, грэпплингом долгие, они просто устают от этого. Дегенмен сәл болмағанда өз ауырту әдісіне түсіп қала жаздайды. Выпрямить, а вот сейчас, по-моему, слетел. Бірақ тез арада шығып кетіп, төбеден соққы жаудыра бастайды. В данном случае не получится. Жесткий удар. Это работает против него. Его оппонент Анзор, Да. второму ему будет тяжеловато. Екінші раундты Ражабали тура тиген ауыр соққылармен бастайды. Хорошее попадание. На руках довольно жесткий шаг до первого раунда. Это может сыграть злую шутку, а может наоборот очень хорошо. Соққыдан қашып, күреске ұмтылған шешен спортшысын Шайдуллаев рефери тоқтатқанша тоқпақтайды. Удар. Еще какие-то болевые приемы мы не видели. Еще Раджабали. Наверное, уже все. Стоит остановить, да. Арада бірнеше ай өткенде кездескен тағы бір шешен спортшысына соққымен ұмтылған Ражабали қарымта соққыға түсіп қалады. Вообще, состояние осуждает привлекательно. Классно попадает сейчас Асфальт. И тут же отвечает Раджабали. Дегенмен қырғыз спортшысы кассадан кетпей жатып, қарызын пайызымен қосып қайтарады. Я думаю, от этого только выиграет. Да, и классно сейчас дважды попадает. Очень интересно. На очень высоком уровне. Жесткое попадание. Прессинговать соперника. Колено жестко. Ахматов шыдамды жігіт екен. Ол екінші раундқа жетеді. Нет пока удушающего. Екінші раундта шарасыздықтан аяққа жармасқан қарсыласын Ражабали қылғындырып тастайды. На киргизский спортсмен, чтобы не попасть себе, да. Здесь, скорее всего. Все. Анаконда деп аталатын бұл әдіспен қоса аяғында бұғаттап қойған соң шешен спортшының шығуына ешқандай мүмкіндік жоқ болатын. Ислам Бабатовқа қарсы өткен жекпе-жек соққылмасымен басталып, Бабатов ищет возможности, удар с разворота еще справа. шешен спортшысының көзіне шағымдануына байланысты тоқтап қалады. Спортсмены. Которые тоже, к сожалению, бывают в таких ситуациях. Вот здесь. Ну, тычка в глаз не было, может быть, вот краешек перчатки где-то, да. Бұл Ражабалиге ұнамайды. Жекпе-жек қайта бастала сала, ол қарсыласын иығына салып алып, 8 бұрыштың келесі жағына апарып қадайды. Ну, что он, собственно, сейчас и показывает, да. И понял свой угол. Вот что значит, что выступает периодически. Содан соң бірнеше рет әдіске салғанмен уақыт жетпей, раунд аяқталады. Ушающего, но здесь уже время. Екінші раунд бастала сала, Ражабали қарсыласын лоу-кикпен құлатады.
спортсмен из красного угла, как Содан соң фул маунтқа отырып алып, шынтақпен бірнеше соққы жасап, үшбұрыш әдісімен қылғындырып тастайды. ударил, чтобы закрыть треугольник. Ну, там сейчас посмотрите, как выискивает. Ну, конечно, очень затруднительно. Осылайша 21 жасар Шайдуллаев бір жылдың ішінде 3 шешен жауынгерін жеңіп, Шешенстанды шулатып кеткен И болатын. остается не знающим поражений Раджабаш Шайдуллаев. 2023 жылы оңтүстік кореялық Road FC ұйымына шақыртып алады. Мұнда ол жеңіліс көрмеген кәріс жауынгері Янг Джонгпен кездескен екен. Басында кәріс спортшысы өзінде жеңіске жетуге мүмкіндік бар екен деп ойлап қалады. 시도를 합니다. 밀어내고 있습니다. 왼손 원투. 킥으로 한번 공격을 해봤습니다. 웃으면서도 경기를 하고 있다. 왼손 훅. Бірақ Ражабали бір ғана қимылмен қарсыласын құлатып қылғындырып тастайды. 목적 들어갔어요. 패브리치입니다. Дегенмен бұл промоушнда бір ғана жекпе-жек өткізген Шайдуллаев 23 жылдың күзінде Абу-Дабиге жол тартады. Мұнда ол 12 жеңіс, бір ғана жеңілісі бар дағыстандық Магомед Аль-Абдуллахпен кездескен екен. Ражабали қарсыласын апперкотпен есеңгіреткен соң көтеріп алып жерге қадайды. Бірақ Абдуллахты жерде ұстау қиын екен. Дегенмен екінші раундта ол бәрібір дағыстандықты қылғындырып тастайды. Содан соң Ражабалиге Райзеннен ұсыныс түсіп, ол 24 жылдың жазында Жапониядағы алғашқы жекпе-жегін өткізеді. Жалпы жапондық жауынгерлер төбелестен қорықпайды. Бірақ Шайдуллаевтың жекпе-жектерін көрген Коджи Такеда мен оның командасынан қобалжу байқалады. Басында 2 соққы өткізіп алған Ражабали оң қолмен құлаштап тұрып есесін қайтара бастайды. Содан соң рингке бір қадап алып, қылғындыру әдісіне көшеді. Арада бірнеше ай өткенде кездескен америкалық Хуан Арчулета салмақ қуа алмай Ражабалиден 3 келі асып кеткен екен. 37 жаста салмақ қуу оңай емес әрине. Дегенмен Арчулета бұрын Райзеннің чемпионы болған өте тәжірибелі спортшы. Қырғыз жауынгері алғашқы секундтан бастап белсенді түрде прессинг жүргізе бастайды. そうですね。もう組も Соққы өткізіп алған америкалық күреске ұмтылады. Бірақ күрестен қашанда ыңғайлы позицияда болатын Ражабали қарсыласының қолын бұрап тастайды. Жапондықтардың тура жаңа жыл қарсаңында өткізетін кешінде Ражабали кикбоксшы Юта Кубомен кездеседі. Аяқтың соққысын өткізіп алған Шайдуллаев бірден күреске ұмтылады. Жығып алған соң жанысыр жапондықты раунд аяқталған жасап қойды. Оңбай таяқ жеген қарсыласын Ражабали екінші раундта алдымен біраз соққылап алады. Жерге жыққан соң ат секілді мініп алып қарсыласуға шамасы қалмаған Кубоны құлақ шекеден оңдырмай ұрды. Жекпе-жек соңында Ражабали Райзеннен чемпиондық жекпе-жек беруін талап етеді. Ал чемпиондық белдікті дәл сол күні бразилиялық Клебер Койке Чихиро Сузукиден тартып алған болатын. Койке мансабында 35 жеңістің 29-ын джиу-джитсу әдісімен жеңген өте тәжірибелі қарсылас екен. Бірақ оның шеберлігі Ражабалиді аса қызықтырмаған секілді. 2025 жылдың мамыр айында өткен жекпе-жектің алғашқы минутында ол қарсыласын нокаутқа жібереді. Жекпе-жекке кіріп үлгергенше белдігінен айырылып қалған бразилиялықты жапондық жанкүйерлер құрметпен шығарып салады. Ал Ражабали Шайдуллаев болса, бар болғаны 24 жасында әлемдегі үлкен промоушндардың бірі Райзеннің 65 келідегі чемпион атанады.
Ражабали белдігін алғаш рет қыркүйек айында ресейлік Виктор Колесникке қарсы қорғайды. Колесник жекпе-жек басталмай жатып өзінің соққы алмасуда алдына жан салмайтындығын байқатады. Бірақ Тайсон айтпақшы, әркімнің басына соққы тигенше өз жоспары болады. まあでもコレスリックРесейлікті нокаутқа жіберуге Ражабалиге 30 секунд қана жеткілікті болған екен. Шайдуллаевтың соңғы жекпе-жегі 31 желтоқсанда өткен болатын. Сонда ол белдеген Микуру Асакураға қарсы қорғайды. Асакура, естеріңізде болса, кезінде қаршыған ұпайсанмен жеңіп кеткен еді. Әрі ол Жапонияның ең басты ММА жұлдыздарының бірі. Ражабали салған жерден басты жұлдызды жанкүйерлерінің көзінше іші бос қапшық секілді лақтыра бастайды. Содан соң тура тұмсыққа ауыр тізе және оң қолдың соққылары кетеді. Рефери тоқтатқанша Ражабали қарсыласының біраз денсаулығын алып қояды. Жүруге шамасы қалмай қалған Асакураны рингтен көтеріп алып кетеді. Бірақ абырой болғанда ол аман есен екен, қазір ауруханадан да шығып қалыпты. Міне достар, Ражабали Шайдуллаев дегеніңіз осындай екен. Қазір оның жасы бар болғаны 25-те, бірақ әрбір жекпе-жек сайын өте қауіпті болып бара жатыр. Егер күрестен хабары бар жауынгер болмаса, кез келген қарсылас Асакураның кебін киюі мүмкін. Меніңше қазір Райзинде онымен бәсекелесе алатын қарсылас жоқ. Егер UFC-ге өтсе, мүмкін табылып қалар. Бірақ қазір ол Райзиннің басты жұлдызы, әрі чемпион. Ал UFC-ге барғанда барлығын басынан бастау керек болады. Достар, егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып қолдай кетіңіздер. Сіздермен болған әлем боксының арнасы.